топтық жұмыстың тиімді тұстары бар ма? Химия саласында топтық жұмыстың тиімді тұстары жаңа мен айтып кеттім. Яғни топтық жұмысқа бөлген кезде көбінесе жетісу әдісін, ассоциация құру әдістерін қолданамыз. Бұл жерде жетісу әдісінде әр топқа мәтінді бөліп берген кезде оқушылардың ішінде мәтінмен білім деңгейі төмен оқушыларда сол өзінің деңгейіне байланысты тақырыптың ішінен өзі айта алатын, мысалы бізде химиялық реакциялар жазудан, есеп шығарудан қиналатын оқушылар болады, бірақ сол тақырыптың ішінде химиялық элементтердің периодтық жүйедегі орнын, немесе олардың физикалық қасиеттерін, табиғатта таралуы, қолданылуы сияқты, яғни ауызша сөйлеу кезеңдерінде сол әдіс арқылы оларды сөйлетуімізге болады. Тиімді жақсы деп айтайын. Бойынша классқа медиа сабақ беремін. Бұл жерде енді барлығы жаңа айтып отқан бар, өте мықты оқушылар бар, нашар оқушылар бар. Сен бұрын мына оқығаныңа қанша уақыт қанша ай болды? Содан бері қарай осы әдіс қолданудың барысында жақсы нәтиже көрсеткен оқушылар бар ма? Осы әдіс бойынша жақсы нәтиже көрсеткен оқушылар ортаға деңгейге жетті ме? Енді белсенді оқушылар жоғары нәтижеге оларда белсенділігі төмен оқушыларда мысалы Абдрахманов, Елнұрды, Ілес Олжас, Қонысбек Ұланды жаңелдегі әдістер арқылы топқа бөлу арқылы қасындағы белсенді оқушылардың бір-бірімен өзара оқушы мен оқушының пікір таласуы, бірлесіп ойласуы, мысалға Ілес Жолдыбай әсел, Амангелді әсел, жақсы үлгерімі жоғары оқушылармен бірлесіп топқа түскен жағдайда, олар солармен бірлесіп отырып, сен мынаны оқы деп топқа дұрыстап бөліп беріп, әрқайсысы өзінің деңгейіне қарай тапсырмаларды орындауға дағдыланған. 8-ден бастап жүреді химия? Қазір олар 8-ші класста қазір қандай химия өтіп отыр? Әр таңбаларда елендер химиялық элементтер барлығы алдағы жоспарыңызда lesson study өткізуге жоспарыңыз бар ма, және қай сыныпта и қай пәндермен бірлесіп? Lesson study алдағы жоспарда енді бұл жерде мұғалімдердің бірлесіп жұмыс істеуі қажет болып тұр ғой. Мұғалімдердің бірлесіп жұмыс істегенде мысалы бізге тығыз байланысты физика пәнімен, биология пәнінің мұғалімдерімен бірлесіп, сол мен зерттеуге алған сыныбымен жұмыс жүргізіп көрсек деген ойдамын. Яғни сол